Шардара өңірі тарихы мен мәдениеті, өркениеті мен дамуы қатар ұштасқан келі де шежірелі мекен. Ертеде бұл жер 9 жолдың торабы, керуен жолдарының түйіскен жері болған. Шардара атауының өзі парсы тілінен аударғанда 4 қақпа деген мағынаны білдіреді. Аталған ауданның мақтанышы Шардара су қоймасы. Мұнда сыйымдылығы 5,2 миллиард текше метр жасанды су қоймасы орналасқан. Ескерткіштер мәңгілікке су астында қалғанымен, адамзат пен ғылым үшін маңыздылығын жоймаған. 1959-1963 жылдар аралығында бұл өлкеде археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде 5-13 ғасырлар аралығында бұл мекенде Ақтөбе және Жаушықұм қалаштары болғаны анықталған. Оған Сыр өзені бойынан табылған археологиялық ескерткіштер және мазарлар дәлел. 13 ғасырдағы моңғол шапқыншылығынан кейін қала дамуын тоқтатқан. Шардара өңірін суландыру жолындағы жұмыстар 1958 жылдың тамыз айынан бастау алды. Өз дәуірінде бүкіл кеңестер одағында ерекше маңызға ие болған нысан Шардара су электр станциясы. Шардара. Здесь, в пустынной степи Южного Казахстана, создается мощная гидроэлектростанция. Строители приступили к решающему этапу сооружения плотины. Вскоре будет перекрыта Сырдарья и вступят в строй 2 первых агрегата гидростанции. Новое водохранилище гидроузла соединились. Искусственное море разольется на 900 квадратных километров и оросит около 500 000 гектаров засушливых земель. Одержана большая трудовая победа. Аудан негізінен сол уақыттарда еліміздің халық шаруашылығында шешуші маңызы бар дақылдың бірі күріш өсіруге мамандандырылды. Шардара ауданында кеңес одағы тұсында күріш өсіретін кеңшарлармен қатар Қаракөл қой шаруашылықтары жұмыс істеп, су электр станциясы, астық қабылдау мекемесі, құрылыс бұйымдары комбинаты секілді ірі кәсіпорындар мен бүкіл одаққа танымал болды. Сонымен қатар Шардара аудандағы ең үлкен өндіріс ол балық зауыттары. Ауданда 5 балық өңдеу зауыты жұмыс істейді. Зауыттарда өңделген өнімдер Германия, Латвия, Ресей, бүкіл тмд елдері мен бірнеше Еуропа қалаларына экспортталады. Қазіргі таңда аудандағы суармал жер көлемі 65 000 гектарды құрайды. Аудан еңбеккерлері негізінен мақта өсірумен айналысады. Мұнан бөлек бау-бақша, көкөніс егумен шұғылданады. Соңғы жылдары ауданда мал басы мен жеке кәсіпкерлермен шұғылданушылардың артқаны айқын сезіледі. Бүгінгі таңда ауданда туризм саласы қарқынды дамуда. Су қоймасы жағалауынан туристік аймақ құру үшін 255 гектар жер бөлініп, мұнда 65 нысан қонақ үйлер, кемпингтер, яхта клубтар, су қайықтары, мейрамхана, кафе, аттракциондар, спорттық алаңшалар, аңшылар үйі, балықшылар үйі, ашық және жабық бассейндер бой көтермек. Сондай-ақ, Шардара ауданында әлемдегі ең мықты Шардара Арым спорт клубы орналасқан. Мұнда тұрақты түрде 500 спортшы жаттығады. Аталған клубтан 48 әлем чемпионы, 200-ден аса Азия чемпионы және 370 Қазақстан Республикасының чемпиондары шыққан. Шаруасы шалқып келе жатқан Шардараның жұлдызды кезеңдері әлі алда деп сеніммен айта аламыз.